Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандары? Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Мені әке-шешем басқа отбасыға берген 10 айлық кезімде. Сол отбасынан жамандық көрдім деп айта алмаймын. Асырап алған әкемнің бірінші әйелі мені баққан шамамен 1-2 жыл. Содан соң ол ажырасып кеткен. Кейін менің 4 жасымда әкем мені асырап алған басқа адаммен бас қосты. Ол мамам менің үшінші анам болды уже. Мамам еріп келген қызы болды. Жасы менен үлкен. Күндердің күнінде сол қыз маған күн бермей бастады. Сен біздің үйдің қызы емессің, өз әке-шешеңе кет деп айтатын. Мен сабақты үздік оқушы болдым. Ұстаздар мені ерекше жақсы көретін. Бір жағынан соны көре алмаған болуы керек. Совсем күн бермеді. Отырсам опақ, тұрсам сопақ болдым. Жұрттың бәріне мені жамандап маған қарсы қойды. Қазір де солай. Қазір тіпті араласпай кеттім. Мен шаршадым одан. Ол қыз өте жеңілтек болды. Осы күн ойлаймын, сол алдымдағы апам сондай болған соң мені де сондай деп ойлайды ма білмеймін. Әйтеуір бір жігіт мені зорлап кетті. Жан баласына айта алмадым бұны. Бұрыннан тұйық едім, одан сайын тұйық болдым. Содан әл күнге дейін ризасыз рақаттанып бір күле алмаймын. Ішімдегі мұң жібермейді. Ол жігіт зорлап кеткенімен қоймай бүкіл жігіттерге мақтанып айтқанын кейін түсіндім. Маған қаптап жігіттер келе бастады. Интіп предлагат ететін болды. Отказ беріп қашып кетіп жүрдім, әртүрлі сылтау айтып. Сөйтіп жүргенде бір үлкендеу жігіт дұрыс семьяның баласы болатын. Кездесуге шақырып, мені содан маған түймейді ғой деп шықтым. Сөйтсем толпаға салып жіберді. Неше еркек екен есімде жоқ. Қараңғы жерде бірінен соң бірі білгенін істеді айуандары. Қараңғы жерде беттерін көре алмадым. Осылай алдап апарып толпаға түсудің 4-5-еуін көрдім мен сорлы. Осы күн өз-өзімнен жиркенемін. Өле қалғым келеді, бірақ 3 балам бар. Бірінші жолдасым қыз емессің деп ажырасқанға дейін мені ұрып күн бермеді. Одан 2 балалы болдым. Одан кейін екінші жолдасыма шықтым. Одан қорлық көрмедім ешқандай. Иманды болсын, о дүниелік болып кетті. Мына өмірде мен көрмеген қорлық жоқ шығар. Білмеймін, енді бар да шығар. Менің бір көзімнің жеткені көп еркектері азғын екені. Осы басынан өткен ауыр оқиғаларды дым ұмытып алмаймын. Өте қиын, миымнан кетпейді. Жасым 47-ге таяп қалды. Осы жасыма дейін осы травмаларды арқалап жүрмін. Маған психология көмек керек сияқты. Ақыл тоқтататын жасқа келдім. Бірақ шат-шадымнан ойнап күліп өмір сүру деген менде жоқ. Сол зорланған түнмен бірге келмеске кеткен ондайлар. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.